Salam dostlar, Bol online english.kz. Today we are going to learn idioms. Apparently, there are some idioms in Kazakh that are similar to ones in English. Сәлем достар, бүгін біз ағылшын тілі мен қазақ тілінің арасындағы ұқсас идиомалар туралы айтатын боламыз. The first idiom we will learn is can't judge a book by its cover. Can't judge a book by its cover, meaning you can't judge someone based on how they look. Қазақ тіліне аударатын болсақ, can't judge book by its cover дегеніміз, яғни кітапты сыртына қарап баға берме, яғни жылтырағанның бәрі алтын емес, немесе бір алғашқы әсерің сізді алдауы мүмкін деген мағынада береді. Умоляю, простите. The next, kill two birds with one stone. You achieve two tasks with one action. Kill two birds with one stone дегені, яғни біздің қазақ тіліндегі бір оқпен екі қоянды ату дегенге ұқсайды. Я из полиции и веду поиск. Яғни ағылшын версиясында ол құс болса, қазақ версиясында бізде қоян. Яғни бір оқпен екі қоянды ату қалай болады, Mэрис? To kill Two birds with one stone. Умница. The next is stab someone in the back. To stab someone in the back is to betray them. Ту сыртына пышақ сұғу. Яғни біреудің сыртынан сатқындық жасау, немесе қастандық жасауды ағылшынша қалай айтады, Mэрис? Stab someone in the back. Now you can use these idioms in everyday speak. Thank you for listening. Достар, яғни бұл идиомаларды сіздер күнделікті өмірде қолдана аласыздар. Назар аударғаныңызға рахмет. Bye. Bye.